видеосын айтып ел болып шулап жатырмыз ғой, өз өнімін өткізу үшін хайп жасады деп. Негізі осы өнімді өткізу мақсатында жасалатын хайптардың ең алғашқысы Қазақстанда, менің байқауымша, бұл ұлттық арна, Қазақстан ұлттық арнасы осындай дүниені бастады деп мен сенімді түрде айта аламын. Түсінбей қалған шығарсыздар, мен сіздерге нақтылай айта кетейін. Сол 90 жылдардың бас кезі, қателеспесем 94-95 жылдардан бастап бізде шетелдік сериалдарды Қазақстан ұлттық арнасы кешкі уақытта, кешкі асқа жиналған кезде, ата-анаң, аға әпке бәрі бір дастархан басына кешкі асты ішіп отырған кезде әлгі шетелдік сериалдарды көрсетеді. Ол кезде біздің Қазақстанда аса көп бағдарламалар да жоқ, телеарналар да жоқ. Бәріміз сол тек қана Қазақстан ұлттық арнасын ғана көретінбіз. Сол кезде кешкі астың үстінде не болады? Әлгі сериалды көріп отырған кезде жарнама көрсетіледі. Қандай жарнама дейсіз? Always, Tampax деген сияқты прокладкаларда реклама жасайды. Қазір мен өзім ұялмай айтып тұрмын да, ал сол кездерде бұлай айтпақ түгілі сол рекламаны көруге біз ұялатынбыз. Отбасында 3 қызбыз. Мен кенжесімін, үлкен әпкелерім үндемей сол реклама басталған кезде орындардан тұрып бөлмеден шығып кететін. Ас бөлмесінен тамақ жеп отырған жерінен тұрып шығып кететін. Бастапқы кезде мен де аса түсіне бермейтін, кейін ұқтым. Өсе келе мен де солай әпкелерім секілді жаңағы ерсі рекламаларды көрсеткен кезде орнынан тұрып кететін болдым. Тамағында суып қалады, және ол бір рекламаны бір сериалда бірнеше рет қайталап береді. Енді қараңызшы, сондай ерсі, ыңғайсыз рекламаларды ұлттық арнада отбасымен отырған кезде көрсетеді. Жаңағы сериалды өткізу үшін, ұлттық арна өзінің қаралымын жинау үшін сондай видеоларды, сондай рекламаларды көрсететін. Ол бір ма? Бір. Енді сол шетелдік шетелдік сериалдарды болады ғой, бір ыңғайсыз сюжеттер, нақтылап айтқанда ер мен әйелдің сүйісіп жатқан жері, құшақтасып жатқан жері, соны бізде Қазақстан ұлттық арнасы сол кезде үзіп тастамайтын, былай қысқартып кесіп алып тастамайтын, толық көрсететін. Сондай ыңғайсыз сюжеттерде біз орнымыздан тағы тұрып кетіп қаламыз, қыздар. Ұяламыз, ағамыз отыр бір дастархан басында, әкеміз отыр. Енді мұндай ыңғайсыз видеороликтер, жарнамалар, бір өз кешегі сұрақ айдарында көптеген адам сұрақ қойып тастаған. Бір жоқ дегенде 1000 жарым 2000 сұрақ қойған жерде оның барлығына жауап беру мүмкін емес. Бірақ ішінен қазір таңдап нақтыларын кешке дейін бұйырса жауап беріп кетемін деп ойлаймын, себебі қол тиген кезде. Соны айта кетейін. Қазір әлеуметтік желінің хиті, болмаса жалпы көп талқыланатын қызу тақырыбы, хайпы, ол мынау ақтаулық отбасының жеке қарым-қатынас видеосы. Бірі мазақ қылып жатыр, бірі оны алып, менде видео бар, кім алады, кім көреді, мен сатам, болмаса телеграмға тіркелсең тегін берем деген секілді жазбаларды көріп жағаң ұстайсың. Бұл қылмыс. Қандай қылмыс? Мен баптармен сіздерге заңгер ретінде түсіндіріп берейін. Бірінші бап, бұл 147 бап қылмыстық кодекстің адамның жеке өмірін құпиялығын құрайтын дүниелерді заңсыз иемдену, оны тарату, ол 3 жылдан 6 жылға дейін сотталуға алып баруы мүмкін. Егер осының әсерінен таратылған видеосы бар адамдарға елеулі зиян келетін болса, денсаулықтарына, болмаса өздеріне мысалға түрлі жағдайлар болуы мүмкін ғой. Сондықтан бұл ойнайтын дүниеміз. Ал анау видеосы бар, мен неге сатам, маған да біреу жіберген, менің телеграмымнан көр дегендерге қандай жауапкершілік бар? 311 баптар қылмыстық кодексте бізде порнографиялық материалдарды сақтау, сату, оны жалпы жіберу, оның барлығы осы баптың аясында қарастырылады. Оған да айыппұл, көлемді айыппұл, одан кейін бас бостандығын шектеу, айыру жазалары қарастырылады. Сондықтан оңай қарайтын дүние емес. Біреуді мазақта, біреудің артын ашып хайп жинаудың да қажеті жоқ. Оны талқылаудың да қажеті жоқ. Болды, кетті. Оны ары қарай дуылдатып, оны новостной порталдарда шығаратындай дүние емес. Негізі біздің медианың да деңгейі соның айналасына аспай тұр ғой, яғни бұттан аспай тұр да ары қарай, белден жоғары төмен. Егер ары таратылуын тарқатса, нұр үстіне нұр болар еді. Мен заңгер ретінде бәрін айттым, енді ары қарай шешімді өздері қабылдап жатар.
Қымбатты оқырмандар, хан мебельді бізде жақсы акция скидка отқан хабарлай кетейін, тағы да бір түсіндіре кетейін. Одан бөлек жаңа поступление болып жатыр, яғни ойдан көптеген мебельдер келіп жатыр. Гүлхан, Нұрхан, Есімхан, Асылхан, жалпы хан есімді жалға бар қонақтарға, клиенттарға минус 20% скидка. Одан бөлек шторы, палас, кілем, люстра тегін беріп жатыр. Яғни сол жерге сауда жасасаңыздар, сол заттарды өзіңіз таңдайсыздар, ұнаған аласыздар. Смело барып алып үлгеріңіздер. Парақша төменде сол жаққа өтсеңіздер, барлығы түсіндірілген және де заманауи үлгіде жасалған мебельдер сіздерді күтіп жатыр. Қош келесіздер баршаңызда.